Ассаламу алейкум, құрметті достар. Бүгін мен сіздерге көрпенің ішіне мақтаны қалай салу керектігін көрсетемін. Бізге керегі көрпенің мақтасын салу үшін көз керек. Және ұзындығы 2,20, ені 80 сантиметрлік көрпеге 3,5 килограмм мақта саламыз. Алдын ала айта кететін жайт, бұл жердегі көрпенің іштігін мен тіккен жоқпын. Бұл клиенттің бұрынғы көрпелерін қайтадан жаңартып, мақтасын түттіріп әкеліп, өзінің қалауы бойынша жаңартып жатыр. Іштігімізді мақтасын салар алдында теріс қаратып жаямыз. Мақтамызды шашпай ашып аламыз. Осылайынан алып, іштікке төсейміз. Іштігімізді жөндеп төсеп аламыз. Мақтамыздың артық жерін алып тастаймыз, өз үйін бірдей қылып. Осылайша барлық жеріне бірдей төсеп шығамыз. Ортасын бір тегіс бәрін жайып шыққаннан кейін, үстіне бір тегіс мақтадан қоямыз. Осындай қалған уақтарын қолымызбен басып қарап, қай жерінде аз болса, сол жеріне салып қойып жібереміз. Осылай алақанмен бәрін тексеріп шығамыз, бір тегіс болу керек. Мақтамызды салып болдық. Енді көрпемізді жабық жағынан бастап айналдырамыз. Ашық жағына қарай ораймыз. Жаймен мақтамызды қозғамай басып айналдырып ораймыз. Осылай айналдырып келіп, ашық жағы осылай майыстырамыз. Майыстырып, бір бетін алып кигіземіз. Мақтамызға осылай кигізіп, сосын келесі бетіне айналдырамыз. Екінші бетін кигіземіз. Осылай кигізіп, енді жаймен ашамыз. Мақтамызды қозғамай, жаймен қолмен тартамыз. Үстіңгі көзді қолымызбен тартып тұрамыз.
мінекей осылай ашып шығамыз. Бұрыштарын жөндейміз. Осында бір айта кететін жайт, көрпешеміздің тысы 80, ұзындығы 2,20. Ені 80 болса, іштіктің 15 см 15 см-ден қосамыз. Іштіктің ені 95 см, ұзындығы 2,35 см болады. Себебі үлкен қылып алмасақ, көрпеміз бос болып тұрады. Іштігіміз үлкен болса, көрпеміз теуіп әдемі көрінеді. Барлық жері бірдей тегіс. Қалың жіп болса, қалың жіппен, болмаса осындай жұқа жіпті 4 қабаттап көрпеміздің аузын тіреміз. Сәл ішіне қайырып, ақ жіппен тігіп шығамыз. Осылайынан аяғына дейін тігіп шығамыз. Енді көрпемізді көктейміз, оған кебен инемен, қалың жіппен тігеміз. Көрпеміздің инемен бұрыштарын тығып, шеттеріне тартамыз. Ішіндегі мақтасын шеттеріне, бұрыштарына тартып, басып тігеміз. Қасына жақындатып аламыз. Енді осы шетін байлап кетеміз. Ары қарай осылай тіге береміз. Қасынан аламыз, астынан шығарып, қасына жақындатып, ішінен өткіземіз. Мына жағынан шығарғанда қасынан шығармаймыз, алшақтау қылып шығарамыз. Сонда арты осындай әдемі болады. Тағы да қасына жақын жерден аламыз, астынан шығарып, жақындатып алып, ішімен өткіземіз. Ішімен өткізіп, алшақтау қылып шығарамыз. Сонда үсті де, асты да әдемі болады. Осылайынан қайталап, бүткіл көрпені тігіп шығамыз. Мына ара қашықтықтарын бір алақандай қалдырамыз. Осылай 4 жағын айналдырып тігіп келеміз. Мына шетіне келгенде бір алақанымыздай қалдырып, екінші қатарын жүреміз. Осылай екінші қатарын тағы айналдырып шығамыз, біткенше тігіп шығамыз. Мінекей достар, осымен көрпенің ішін қалай салатынын көрсеттік. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Ұнаса лайк басыңыздар. Және достарыңызды біздің каналға жазылуға шақырыңыздар.